Армысыздар, қадірменді қауым. Бүгінгі бейнемде мен біздің жастарға, өзімнің құрдастарыма, замандастарыма және де өсіп келе жатқан бауыр қарындастарыма бір жолдайын деп отырмын. Қымбатты достар, қазір әлемде өте күрделі жағдайлар орын алып жатыр. Өзіңіз білетіндей, бұл соғысып жатыр, неше түрлі қақтығыстар болып жатыр, экономикалар құлдырап жатыр. Сол себепті мына шетелдік мемлекеттерден біз тәуелді бола бермей, өзіміздің тәуелсіз Қазақстанымызды жаңаша құруға шақырамын. Бұл нені білдіреді? Менің айтып отқаным бұл әрқайсымыз еліміздің көркеюі үшін күнде аянбай еңбектенуіңізді сұраймын. Егер де еліміз таза болсын, гүлденіп жайқалсын десеңіз, қоқыс тастамайық. Өздеріңнен бастаңдар. Қоқыс тастамай, ластамайық. Егер де мына техникалық жағынан дамық десеңіз, онда шетелдік техниканы тасымай, сатып алмай, өзімізде сол көлік болсын, ұшатын ұшақ болсын, ракеталар, зымырандар болсын, осы сөйлесетін ұялы телефон болсын, өзімізде жасайық соның бәрін. Егер де өркениетті, қазір көп жастар айтып отыр ғой, ой, ешқандай жағдай жоқ, жағдай жасамайды, кетіп жатыр сырт жаққа, менің мамандығымды ешкім сыйламайды, мен шетелден тауып алам деген сияқты, одан да зор жұмыс дегендей, ақшасы жағынан да, жағдайы жағынан да, тұрмыс жағынан да жақсы бір ел тауып алам деп ойлайды, мысалға. Мен де осы карантинге дейін сөйтіп ойладым, шетелге кетіп, жағдайым жасайым, сөйтіп бірдеңе қылам деп. Бірақ карантин болып кішкене армандарымыз қысқарып қалды. Содан қап-әттеген деп сөйтіп қалдық. Бірақ бұл мені бір ойға жетелеп, бір мақал мәтел есіме түсіп кетті. Ит азығы бар жерді іздейді дейді. Батыр туған жерін іздейді дейді. Соны естіп, мен де кішкене ойланып қалдым. Шетелде мысалға кімге керек мен, егер барсам? Жарайды, ол жұмыс, тұрмыс, ақша жағынан бір жақсы жағдай болатын шығар. Бірақ мына
білім, жаңағындай ақылыңды өз еліңе жұмсай алмасаң, несіне мысалға, қазақ болып жүрсің? Несіне мысалы Қазақстанның азаматы болып жүрсің? Мысалға, егер де осы жас кезіңде өрлеген бір жанып тұрған бүркіттей болып тұрған кезде елің үшін неге жақсылық жасамасқа? Неге өзіңнің мысалға шетелде оқып келген, әсіресе жастар, болашақ бағдарламасымен оқып келгендер, солар, мысалы сендер оқып келіңдер, сол бағдарламамен келіп, көбісі мысалы қайтып кетіп жатыр. Өйткені сендердің оқыған білімдерің бойынша мынандай сәйкес келмейді осы Қазақстанда деп көбісі қайтып кетіп жатыр. Сол балаларға айталатын, жеке сол балаларға айтқым келіп отқан, сендер мысалы көрдіңдер, көзіңдерің ашық, шетел мемлекеттерінде қандай жағында жүйе, қандай білімі, қандай жоғары екенін білесіңдер, көрдіңдер, оқыдыңдар, тоқыдыңдар. Соны енді Қазақстаннан кетпей, жаңағыдай жағдай жоқ демей, сол білімдеріңді осы Қазақстанның ішінде өздерінің отанын даму үшін білімдеріңді жетілдіріп, Қазақстан дамуға атсалысыңдар. Өйткені қазіргі күш қуаттарының тасып тұрған кезде осы өз еліңнің жағдайы қиын мүшкіл болып жатқанда қашан керексіңдер? Айтыңдаршы. Осындай кезде қазір мысалға бәрін дамыту керек қой. Қаншама нәрсе, 30 жыл мысалға біз бәрін өзіміз тасымалдаймыз ғой, былай қарасам. Ештеңе жасамаймыз өзімізде. Жарайды, бар шығар бірдеңе жасау, бірең сараң енді. Бірақ технический прогресс бар дейміз ғой, мысалға. Қазір көбісі айтады, ой, шетелге біз жете алмаймыз, ойбай, оған жету қайда? Біз жаңағындай сауатымыз, біліміміз, ақылымыз жетпейді деп, мысалы, сөйтіп айтып жатқан жастарға қайран қалам негізі. Сіздер мысалға экономическое чудо деген білесіңдер ма? Бұл енді ғаламтордан іздеп қараңдар. Экономическое чудо деген бұл әр дамыған мемлекеттердің, егерде қарасаңдар, экономическое чудо бұл соғыстан кейінгі, көбісі Азиядағы, Европадағы соғыстан кейін Германия мен Японияның, Американың жаңағындай даму жолдарын көрсеңдер, қалай соғыстан кейін, әсіресе Жапония қалай соғыстан кейін қалай тез тұрып кеткені, жаңағындай экономикасының қалай осындай қазіргі жоғарғы техникалық жағынан болсын, экономикалық тұрмыс жағдайында болсын, жоғары болуы, мысалға, сол соғыстан кейінгі жастардың, Германиядағы болсын, Жапониядағы болсын, сол жастардың арқасында 40-50 жылдардағы қазіргі осы екі мемлекет мықты болып отыр.
осындай жағдайға келіп отыр да. Және Кореяны жарайды алайық, Қытайды да алайық, мысал ретінде. Еуропада қанша мемлекеттер мысалға, жаңағындай Солтүстік Американы алайық. Бәрін қарасаңдар осы ол кездегі саясат, биліктің жастарды шетелге жіберіп, сол оқытып, тоқытып, білімдерін жаңағындай жетілдіріп, өз елінде қайтып келіп, соны сондай ұлттық корпорациялар, компаниялар құрып, елін дамытқан. Сөйтіп, қазіргі біз айтып отырмыз ғой, көбінесе шетелге барып оқып, сол жерден білім алып дегендей, сол мемлекеттерге, сол мемлекеттер сөйтіп дамыды. Сол секілді деймді, біздің елді де сөйтіп дамытуға болады ғой. Неге сөйтпеске? Сол үшін еліміздің даму үшін аянбай еңбек етуіңізді, өздеріңнің үлестеріңді қосу, бұл парыз деп ойлаймын. Әйтпесе, қазіргі үлкен кісілер, қазір взрослое поколение дейміз ғой, билікті басқарып отқан, біздің алдымыздағы аға көкелеріміз, тәтелеріміз жаңағындай, ол кісілер кетеді. Ал болашақ, біз келеміз соған. Солардан қалады ел, біздің қолымызда аманат болып. Сол үшін қазден бастап Қазақстанды дамыту керек. Өйткені 30 жылда ештеңе өзгерген жоқ. Сондықтан қазір жас кезінде сендердің мүмкіндіктерің бар. Өз елдерінің тағдырын дұрыс жолда шешіп, ертең гүлденген, жайқалған Қазақстанды енді қартайған шағымызда, оған дейін тірі болсақ, көреміз деп ойлаймын. Сондықтан бұл тек қана жастар деген енді студенттер нелер емес, тек қана қазір жұмыс істеп жүрген, ол қазір мектепте оқып жүрген оқушылар, егер көріп отырсаңдар, сендер де өз еліңнің патриоты болуға тырысыңдар. Себебі сіздер қазіргі қиын уақытта, қазіргі күрделі заманда өз елдеріңе көмектесу керексіңдер. Мейлі жағдай жоқ болсын, мейлі қаражат жағында биліктен бөлінбесін, бірақ бәрін де жасауға болады. Ешқашан өз елдеріңді, Қазақстанды басқа елдермен салыстырып керегі жоқ. Ол, менің ойымша, ол надандық деп ойлаймын. Өйткені бұл жарайды, экономикалық тұрғыда болсын, техникалық тұрғыда болсын, біздің еліміз 30 жылға артта қалып деп айтып отқан жоқ. Мен де 10 жылға анық артта қалды деп ойлаймын. Сол себепті соның бәрін жоғалтып алған 30 жылымызды қайтадан
қайтарып алу үшін біз қазір бастау керекпіз. Осы еліміздің әр саласын дамытуға. Қаншама шексіз жаңағындай кең байтақ жерлер жатыр мысалы. Соның бәрін әрқайсың бір нәрсе ойлап мысалға жаңа мысал ретінде айтып кеттім ғой. Қаншама нәрсе салып, қаншама нәрсе дамып Қазақстанда гүл қылуға болады ғой. Жай тілмен айтқанда. Гүл қылуға болады. Үлкендер істемағанды жастар сендер істейсіңдер. Осы Қазақстан ертең мықты, күшті экономикалық тұрғыдан болсын, техникалық тұрғыдан болсын, біз ешкімге тәуелді болмау керекпіз. Біз болашақта өзіміз қамтамасыз ете алатын мемлекетке айналу керекпіз. Держава керек болса. Сол үшін аянбай тер төгіңіздер. Көргендеріңізге рахмет.